тамыз конференциясының ашылуы құтты болсын дегім келеді. Шын мәнінде мұғалімдер мемлекеттік маңызы бар жұмысты атқарып жатыр. Ибрай Алтынсарин жақсы оқытушыны бәрінен де қымбат көрем деген. Елдің ертеңі мұғалімдерге тікелей байланысты. Сондықтан ұстаздың қоғамдағы орны бәрінен биік болуға тиіс. Біз бір ел, бір халық болып, әділетті, таза әрі қуатты Қазақстанды құрып жатырмыз. Ұстаздар қауымына зор жауапкершілік жүктеледі. Себебі нағыз адал азамат мектеп қабырғасында қалыптасады. Білім сапасын жақсарта түсу қажет. Қазір ғылым мен білім технология өте жылдам өзгеріп жатыр. Кеше алған білімің ертең өзекті болмай қалу мүмкін. Сондықтан мұғалімнің білікті болуы өте маңызды мәселе. Жоғары оқу орнында алған біліммен шектеліп қалуға болмайтыны түсінікті. Озық ойлы шәкірт тәрбиелеу үшін ұстаздар ұдайы ізденіп, білімін жетілдіріп отыру керек. Балалардың оқуға зейінін ашатын әдіс тәсілдерді жетік меңгерген абзал. Қала және ауыл мектебіндегі білім беру деңгейін теңестіру. Соңғы 4 жылда 4000-нан астам ауыл мектебінің материалдық техникалық қоры жаңғыртылды. Баланың бәрі бірдей. Ауыл баласы мен қала баласының білім алу мүмкіндігі де бірдей болу керек. Келешек мектептері жобасының негізгі мақсаты да осы. Биылдан бастап елімізде адал азамат бір тұтас тәрбие бағдарламасы жүзеге асырыла бастайды. Бұл бағдарламаны барлық мектеп, соның ішінде жекеменшік мектептер де қолданады. Сондай-ақ мен осы жобаны педагог мамандар даярлайтын жоғары оқу орындарында да енгізуді ұсынамын. Ұлттық білім саласындағы тәрбие жұмысында бір тұтас жүйе болу керек. Жас ұрпақтың бойына жалпы ұлттық құндылықтарды сіңіру қажет. Әрбір жас отаншыл, жасампаз, жаңашыл, білімпаз, еңбекқор, ұқыпты, үнемшіл болып өсу керек. Жаңа оқу жылынан бастап мектептер мен колледждерде әлімжеттікке, буллингке қарсы дос бол лайк атты бағдарлама іске қосылады. Негізгі мақсат балалар мен жеткіншектер арасындағы зорлық-зомбылықтың алдын алу. Бұл бағыттағы маңызды жұмыс тоқтамайды. Жас өспірімдердің құқығы мен мүддесін қорғау мәселесі әрдайым мемлекет назарында болады. Не ексең, соны орасың деген. Қазір біз бір қоғам болып, жас ұрпақтың бойына қандай құндылықтарды сіңірсек, ертең ондаған жылдан кейін ұлтымыздың сапасы да сондай болмақ. Әділетті, озық, таза, қауіпсіз және қуатты Қазақстанның іргесі мектепте қаланады. Необходимо ускорить внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в образовательный процесс. Мир вступил в новую технологическую эпоху, главными признаками которой становится стремительное развитие инноваций и внедрение искусственного интеллекта. Поэтому понятие «прогрессивная нация» и «технологическая нация» сегодня являются тождественными. Наша задача – адаптироваться к глобальным тенденциям. Для этого крайне важно нарастить темпы цифровой трансформации системы образования. Дальнейшая цифровизация и внедрение искусственного интеллекта способны внести решающий вклад в преодоление образовательного неравенства и значительно повысить качество обучения. Мұғалімнің құқығын қорғау мәселесі әрдайым басты назарда болуға тиіс. Мен сөз басында ұстаздардың өз міндетінен тыс жұмыстардан босатылғанын айттым. Бірақ кейде жергілікті билік өкілдері заң талаптарын өрескел бұзып жатады. Прокуратура органдар мұндай заң бұзушылықтарға
тосқауыл қою керек. Сондай-ақ балаларға қатысты кез келген жаза тайым жағдай үшін де мұғалімді жазалау орынсыз деп санаймын. Мектептен тыс жерде ата-аналардың жауапсыздығынан оқыс оқиға болса, оған ұстаз жауапты емес. Педагог мәртебесі туралы заңға ұстаз құқығын қорғау жөнінде өзгерістер енгізу қажет деп санаймын. Жалпы білім саласы мемлекет үшін стратегиялық мәні бар сала. Сондықтан құзырлы мемлекеттік органдар білім саласындағы мәселелерден сырт қалмау керек. Түптеп келгенде, балалардың амандығы, олардың денсаулығы және сапалы білім алуы еліміздің келешегіне тікелей қатысы бар мәселе. Білім мен ғылым Қазақстан дамуының қозғаушы күші болуға тиіс. Алдағы жылдары осы міндетті орындауға бар күш-жігерімізді салып, жұмыс істеуіміз керек. Бұл мемлекет басшысы ретінде мен үшін мызғымас басымдық. Мен Қазақстан ұстаздарының қажырлы еңбегін жоғары бағалаймын. Ұстаздық жай мамандық емес. Бұл ұлы миссия. Адам қандай жетістікке жетіп, биікке шықса да, ұстазының алдында өмір бойы шәкірт болып қалады. Қазақстанның жарқын болашағы сіздердің табанды еңбектеріңізге тікелей байланысты. Себебі сіздер тұтас ұлтты оқытып, тәрбиелеп жатсыздар. Осы жауапкершілікті терең сезініп, қастерлі міндетті абыроймен атқара бересіздер деп сенемін. Сіздердің еңбектеріңіз ең жоғары құрметке лайық.